Ассаламу алейкум. Бүгін мен чебурек әзірлейтін болам. Ол үшін маған қажетті зат: ұн, су, тұз, сары май. Қамырына керек заттар және фаршына ет, пияз, қара бұрыш, тұз. Енді мен қамыр илеуді бастаймын. Тұзды бір кесе суға салып, бір шай қасық тұзды мұқият араластырып, ыдысыма құям. Және оған сары май қосам. Бір шайнақ қасық. Араластырып, енді ұнымды қосып қамыр илеймін. Қамырды илеп болдым және оны жұмсақ қылып илеймін. Енді бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоям. Етті және пиязды мясорубкадан өткіздім. Енді қара бұрышты пиязға себем. Бұны кішкене араластырамыз да, пияз бен қара бұрыш жақсы араласады. Енді тұзын сеуіп, мұқият араластырамын. Фаршты мұқият араластырып алдым. Және бұл чебурек сулы болып шығу үшін кішкене 1-2 ас қасықпен су қосуға болады. Қамырым 20 минуттай тұрды. Енді мен жаюға кірісем. Өте жұмсақ, өте әдемі. Майдалап, бөліп аламын. Төрт бөлікке шығады екен. Енді осы бөліктерді майдалап тураймын. Менен ровно 20 тал чебурек шығатын болды. Және енді мен қамырымды жаюды бастаймын. Ішіне салмасын салам. Ұнға екі жағын аунатып алам. Енді қамырымды жаямын. Ішіне ет салып, етті әдемілеп бір келкі алып, жайып, үстін жабамыз. Кішкене үстінен басып, ішінде ауаларды шығарып тастау керек. Шет-шетін басып алып, мынандай вилкамен басып шығамыз шет-шетін. Осылай 20 чебуректі де жасаймыз. Чебуректі жасап болдым, енді қуыруға кірісемін. Майым қызды, енді чебуректерді салам. Екі беті жақсылап қызарғанша әдемілеп қуырамыз.
Осылай кезектеп барлығын пісіріп шығамыз. Чебурегіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.